Сәлем баршаңызға. Мен бүгін өзім қолданып жүрген лайфхакпен сіздермен бөліскім келіп отыр. Осындай кір сабын дейміз ғой, хозяйственный милоны. Осындай теркадан өткізіп, арнайы кір жуғыш порошогыңызға, кір жуғыш ұнтағыңызға салып араластырып қоясыз. Бұл жерде мен көлемі үлкендеу кір сабын алдым. Жаңа сіздерге видеоға түсірмеппін. 2 килограммдық миф порошогына сабынның барлығын салмаймын. Где-то 3-4-3 бөлігін, 1 бөлігін алып қалып, қалған бөлігін бәрін теркадан өткізіп салдым. Және бұны осы порошогымызға жақсылап араластырып аламыз. Бұнымен сүлгілерді жусаңыз да, балалардың киімін жусаңыз да, жаңа көрпеше дейміз ғой, солардың тыстарын жусаңыз да өте жақсы ашады. Мен алдым интернеттен оқып естіп қалғаннан кейін, содан бері қарай осылай порошок алып кетсем болды. Міндетті түрде осындай сабынды күштен өткізіп салып қоямын. Және порошокты салған уақытта арнайы порошок салатын орнына салмаймын. Мен бұнда тек қана кондиционер, жаңа противополезный жуғанақта кондиционер сондайларды құямын. Ал порошокты мен тек қана мынандай барабанына саламын. Барабанға саламын. Жақсы көпіреді. Ең бастысы, жаңа сүлгілерді жуған уақытта кейде тек порошокпен жусақ, кондиционер қосатын сондайлар болмай қалған жағдайда порошокпен жуылған уақытта қатып шығады сүлгілер кепкеннен кейін. Ал мен өзім проба жасап көрдім. Осы сабынмен араластырып жуылған киімдер де, көрпенің тыстары да, сүлгілер де өте жұмсақ болып, және кірлері таза ашылып шығады. Мен өзім жасап көргеннен кейін сіздерге ұсынып жатырмын. Осылай барабанның ішіне саламын мен порошокты. Қазір мен енді балалардың, өзіміздің күнделікті, түрлі түсті күнделікті киіп жүрген киімдерімізді жуып көремін. Қалай көпіретінін сіздерге көрсетемін қазір. Сабын ермей қалама деп қорықпаңыздар. Мысалға мына жерде жарты сағаттыққа қойып жатырмын. 40 градуста мен тек көбінесе 40 градуспен жуамын киімдерді. Ақ киімдерді де жусаңыздар болады. Жақсы ашады. Мен өзім қолданып көрдім. Бұл жолы мен миф порошогына салып жатырмын. Негізі мен әр барғанда әртүрлі порошок аламын. Бір порошокпен қатып қалған нем жоқ. Бірде тайт алам, бірде миф алам деген сияқты. Мінекей. Қазір сіздерге қалай көпіретінін көрсетемін. Мінекей. Арасында сабындары жүр. Сабындар ермей қалады деп уайымдамаңыздар. Кішкене су не алғаннан кейін мінекей араларында өз сабындары жүр. Міне араларында сабындары жүр. Жақсы ериді, жақсы көпіреді. Ең бастысы кірді өте жақсы ашады екен. Жасап көріңіздер.